Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз өте оңай және тез дайындалатын салат дайындаймыз. Арнама тіркеліп, басқа да видеоларды көрсеңіздер болады. Ол үшін біз бір жұмыртқаны ыдысқа салып, тұз қосып, жақсылап езіп аламыз. Содан кейін блинный қылып қуырып аламыз. Осылай табаға екі жағын бірдей қуырып аламыз. Содан кейін блинчигімізді осылай орап, соломка қылып кесеміз. Бір ыдысқа алып қоямыз, бетіне саламыз. Қиярды турап аламыз. Әр порцияға осындай мөлшерде жасаймыз. Қиярды көбіктеп, ұсақтап турап, ыдысымызға салып, жүгері салып, укроп саламыз. Сырды да көбіктеп тураймыз. Дәміне қарай тұз бен майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Жаңағы блинымызды бетіне саламыз. Тағы да укропымызды саламыз. Кішкене майонез қосамыз. Содан кейін сырды бетіне ұсақ үкіштен өткізіп, бетіне сеуіп қоямыз. Өте тез, оңай және дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.